Аймақтың су айдындарында балықтандыру науқаны басталды. Қоршаған ортаның тепе-теңдігін сақтап, балық санын арттыруды көздеген табиғат қолданушылары тәлімбақта өсірілген майда шабақтарды еркіндікке жіберуде. Бұл өңіріміздің табиғи байлығын жоғалтпай, ұстап тұрудың бірден бір жолы дейді мамандар. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Кәсіпкер Виктор Хе бұл көлді 10 жыл бұрын мемлекеттен жалға алған. Содан бері тұрақты түрде су айдынындағы балық санын арттырып келеді. Биыл міне тағы 10 мың шабақты көлге жіберіп отыр. Ежегодно проводится мероприятие. Жыл сайын балық санын арттырып келе жатырмыз. Сондағы жоспар артығымен орындадық. Ондағы мақсат балықты сақтап көбейту. Сондай-ақ өңіріміздегі әуесқой балық аулау ісін дамыту. Табиғаттың берген бұл сыйын көпшіліктің пайдалануына қолайлы жағдай жасау. Нәтижесінде кіші Ақкөл деп аталатын бұл су айдынына келушілердің саны жыл санап артып келеді. Балық аулау жан рахаты деп санайтындар кәсіпкердің әрекетін қос қолдап қолдайды. Айтуларынша табиғаттың сыйын бет алды пайдалану болашақ ұрпаққа қалатын мұраға бейқам қараумен пара-пар. Сондай-ақ бұл заңсыз браконьерлікті болдырмаудың да бір жолы. Қарттығында қармақты жанына серік етіп, бір уақыт көл маңына келетін Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген өнер қайраткері Мұхаммед Омар Паншаевтың пікірі осындай. Здесь на озере еще будет много рыбы, что балық бар болып, саны жетіп жатса, ережеге сай келіп ұстап, демалатындардың да саны көбейеді. Біз адамдардың санасын тәрбиелеуіміз керек. Оңды-солды заңсыз ұстай берсек, ертеңгі ұрпаққа не қалады? Ал біздің табиғатымыздың оларға берер сыйы әлі көп. Соны сақтап қалу парыз. Ал жалпы аймақта үлкенді кішілі 100-ден астам көл бар. Қазір олардың бір қатары балықтандыру ісіне белсенді кіріскен. Өздерінің келісімшарттарында көрсетілген балық шаруашылығын дамыту жоспарында көрсетілген жұмыстарының екі еселеуіне байланысты қазіргі табиғат пайдаланушылар өздеріне бекітілген су айдындарына майда шабақтарды екі еселендіріп жіберуде. Қазіргі таңда 40-тан аса су айдыны майда балық шабақтарын алып балықтандырды. Су айдындарындағы балық санын арттыру шаруасы қара күзге дейін жалғасады. Соның арқасында көлдерде балық көбейіп қана қоймай, ассимиляцияға да ұшырайды. Бұл өз кезегінде табиғат сыйының сапасына да оң әсерін тигізеді дейді мамандар. Айша Жақсыберген, Санат Аралбек, 7/7 Ньюс.